Емтиханда болатын кері бұрылу және тұрақ деген жаттығуды оңай тәсілін сіздерге көрсетейін. Сол жақтағы боковой зеркаламен осы бұрышқа келесіздер. Сосын тоқтайсыздар. Сол жақ боковой зеркаламен осы бұрышқа жеткенсін, рөлді оңға қарай 450 градусқа бұраймыз. Сосын алдыға қарай жүреміз. Ал енді достар, төбесінен көрсетейін қалай болатын. Сіздер көлікпен төмен жылдамдықпен жүріп, осы жерде тоқтайсыздар, осы бұрышта, сол жақтағы боковой айналарыңызбен. Сосын рөлді оңға қарай 450 градусқа бұрғанда сізде көлігіңізбен алдыға қарай жүріп, мынау бұрышқа тақалу керексіздер. Оңға қарай бұрышқа жеткен кезде біз аварийканы басамыз, артқы передачаға қоямыз сырға. Сосын рулімізді кері бұрамыз. Бір түзеп алдық 450 градусқа. Және қайтадан кері 450 градусқа тағы да бұраймыз. Сонда артқы дөңгелекпен мынандай көрініс болады. Жеттік. Солға қарай толықтай бұраймыз. Мына жақ айнамызға қараймыз, көрдіңіздер ме? Тағы да. Міне камера арқылы қарасақ та біз көлігіміз түзу тұр. Рулімізді түзейміз қайтадан 450 градусқа. Және де қайтадан ішке қарай кіреміз. Әне. Вот, тоқтаймыз. Сол жақ айнаңыздан осы бұрыш көрінеді. Осы сол жақ айнаңыздан. Руліңізді түзеп, осы бұрышқа қарай тақаламыз. Міне. Тақалған соң, руліңізді толықтай солға қарай бұрғанда, сіздер осы линия фиксациясына тоқтайсыздар. Және де бұл жаттығуды сіздерге 2 минут аралығында жасап біту керексіздер. Сонымен толықтай жаттығуды орындадық. Бізге ең маңыздысы артыңғы дөңгелекпен осы линия фиксацияға басу керекпіз, сонда жаттығу қабылданады.